Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен өзімнің YouTube каналымда қыстың қамын жазда ойла деп банкілер жауып бөлісетін боламын. Бүгін огурцы жабатын боламын, және де помидормен араласқан огурцы жабамыз. Қытырлап керемет болып шығады. Толық видеоны бастан аяқ көрсеңіздер түсіндіріп өтемін. Ең алдымен огурцымыздың осылай артық екі бұрышын, екі шетін алып тастап, суға салып қоямыз. Салқын суға шамамен жарты сағат, 1 сағатқа салып қойып, одан кейін осылай сыртын жақсылап тазалап жуып аласыздар. Енді керек заттарымызды дайындап аламыз. Болгарский қажет болады. Мына жерде болгарскийдің көріп тұрғандай видеода артық керек емес жерін алып тастап аласыздар. Осындай жасыл болгарды таңдап алдым. Кез келген болгарды қолдана берсеңіздер болады. Енді сарымсақ, мына жерде сарымсақтың видеода көргендеріңізде өте оңай алынып жатыр. Себебі мен сарымсақты алдын ала чесногымызды 1 сағаттай суға салып жібітіп қойдым. Сонда қабығы тез, оңай ашылатын болады. Бұның да артық керек емес жерін алып тастайсыздар. Және де қалауларыңызға қарай осылай лавр жапырағын, және де қантымызды, тұзымызды барлығын алдын ала дайындап аламыз. Осылай кішкене домалақ қара бұрышымызды және кептірілген укроп қажет болады. Қызыл бұрыш қажет болады. Барлығын енді тазалап, жуып, парит етіп алған банкілерімізге кезегімен салып шығамыз. Менде мына жерде барлығы 2 литрлік банкі, 3-4 дана сарымсақтан және 2 литрлік банкіге бір қызыл ащы бұрышымыздан салып шығамыз. Қызыл бұрышты одан артық салудың қажеті жоқ, қатты ащы болып кетуі мүмкін суы. Және де осылай болгарларымызды 4-5 дана осындай болгардан бөліп салдым. Қалауларыңызға қарай болгарскийді көбейте берсеңіздер болады. Мен оның орнына огурцымен толтырайын дедім. Дәл осы нұсқамен менің енем неше жылдардан бері осылай банкі жауып жүрген, бірақ бірде-бір банкім атылмады дегеннен кейін сіздермен бөлісіп отырмын. Және де енді осылай барлығын банкілерімізге бөліп салып алғаннан кейін укроптарымызды дәу күйінше салып жібермей осылай орталарынан бөліп, бұны да осылай бірнеше таяқшаларынан салып шықтым. Енді кезегімен огурцыларымызды таңдап алдым. Огурцымыздың да көлемі қатты дәу немесе қатты кішкентай болғаннан гөрі орташа көлемді огурцыларды таңдап алдым. Барлығын осылай кезегімен шетінен тұрғызып орналастыратын болсаңыздар оңай мысалға салынатын болады, және де көп огурцы кететін болады. Барлығын осылай толтырып, арасын тығыз етіп сала берсеңіздер болады. Қазір үстіне су құйғаннан кейін осы огурцыларымыз шөгіп өзінің қалпына келетін болады. Енді барлығына 1-2 лавр жапырақтан салып шығасыздар, және толмай қалған жеріне болгарскиймен толтырсаңыздар да болады. Осылай барлығын салып шыққаннан кейін енді қара бұрышымызды саламыз. Мен мына жерде 2 литрлік банкіге шамамен 1 чайный ложкадай қара бұрыштан салып шықтым. Кептірілген домалақ қара бұрыштарды салып шығамыз. Енді осы барлық дайындап алған банкымыздың үстінен сақырлап қайнап тұрған суларымызды толтырып құйып шығасыздар. Барлық банканың бетіне дейін толтырып құя береміз. Одан соң шамамен 15-20 минуттай тындырып қоямыз. Ол уақытта осылай енді мен жартысын огурцыдан, жартысын помидордан араластырып салып шықтым. Мына жерде тура жаңалегі огурцыдікіндей қылып дайындап аласыздар. Асты жағына сарымсақ, қызыл ащы бұрыш және де болгар. Одан соң жаңағы кептірілген укроптарымызды салып, астына огурцы және де бетіне домалақ етті помидорларымызды салып шығамыз. Артық осындай бос қалған жерлерін болгарскиймен кептірілген укроптармен де тағы толтырып шықсаңыздар болады. Жақсы дәм береді. Және толтырып осылай нығыздап орналастыра береміз. Қазір ыстық суымызды құйған уақытта қалпына түсіп, кішкене басылатын болады. Қалауларыңызға қарай огурцыдың орнына тек помидормен жапсаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өзінің қалауына қарай. Енді осы дайындап алған огурцы помидорымыздың үстіне суымызды құйып, бұны да 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін осылай толық суының барлығын төгіп тастаймыз. Міндетті түрде сақырлап қайнап тұрған су құйып аласыздар. 15-20 минуттан кейін судың барлығын төгіп тастаймыз. Енді ол су бізге қайтадан қажет болмайды. Одан соң барып, қайтадан үстінен осындай 2 литрлік банкіге 2 аспириннен салып шығасыздар. Сонда банкілеріңіз атылмай, қысқа сенімді болып шығады. 2 литрлік банкіге 2 аспирин жетеді. Ал сіздер қалай жабасыздар? Аспирин қосасыздар ма? Астына жазып кетсеңіздер болады. Және де осындай 2 литрлік банкімізге 2 ас қасықпен қант салып шығамыз, және де 2 ас қасық тұздан салып шығасыздар.
қысқа аспирин қосатын болсақ сенімді атылмауына септігі тиеді деп айтады. Сондықтан аспирин қосамыз. Және де осындай уксусымыздан бір шай қасықпен уксус құйып шығамыз. Барлық банкіге дәл солай барлығын құйып шығасыздар. Енді ыстық сақырлап дайын болып тұрған суымызды үстінен құямыз. Мен мына келесі видеода, яғни помидор мен огурцы араласқан банкіге тұз, аспирин барлығын кейін барып салдым. Бұл есімнен шығып кетіпті. Кейін егер де сіздерде де осындай жағдай қайталанып жатса, үстінен салып жіберсеңіздер болады. Енді осылай барлығын салып дайындап алғаннан кейін үстінен қайнап тұрған, сақырлап тұрған суымызды құйып аламыз. Одан соң банкілеріміздің аузын бұрандамен жақсылап бұрап, ары-бері 3-4 қайтара аунатып, теріс жағынан аударып, жылы жерге 2-3 күнге орап қоямыз. Қыс мезгілінде ашып қалауларыңызға қарай кез келген тамақтың жанына ұсына берсеңіздер болады. Және де ешқандай да банкілеріңіз атылмай қысқа керемет болып сақталады. Дәл осы құраммен жасайтын болсаңыздар. Алдағы уақытта да жаңа осылай банкі жабу рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Каналымнан ұзамай бақылап отыруға кеңес беремін.